Бәріне сәлем, менің атым Ақәділ. Осы аптада болатын Ақиқат Кап 11 республикалық пікірсайыс турнирінде бас төрешілердің бірі болып табыламын. Бүгін Ақиқат Кап 11 турнирінде қалай жеңіске жетуге болады деген тақырыпта сіздермен сөйлесетін боламын. Бұл турнир барысындағы жалпы жағдайлар туралы, жалпы раундтар барысында және біздің павлодарлық деп айтуға келмейді, жалпы төрешілік жайында, жалпы турнирда қалай жеңіске жетуге болатындығы туралы ақпарат беруге тырысатын боламын. Бізде не туралы айтатын боламын? Турнир бойынша жалпы заттарды айтатын боламын. Ойын барысындағы этика туралы және төрешілік туралы айтатын боламын. Турнир бойынша турнирдің тематикасы қазақы стиль. Бұл қазақы стиль дегеніміз турнир барысында барынша қазақы нақыштағы киімдерді кию, ой өрнектермен немесе ұлттық киімдерді кию, ең болмаған жағдайда ұлттық киімдерді кимесек те белгілі бір узорларды, нақыштарды, бір белгімізді киімімізге немесе денеміздің бір бөлшегіне тағып алып, суретін салып, тағы басқа дүниелер жасауға болады. Бұл дүние міндетті емес, бірақ та қазақы стильде өзіміз киініп және белгілі бір нақыштарды тағып жүрсек, әдемі көрінеді деп есептейміз, және бұл өте жақсырақ болады деп есептейміз. Екіншіден, турнир этикасы бойынша жалпы қазір ойын этикасы туралы көбірек айтатын боламын, бірақ та турнир барысында барынша сабырлы және барынша радикалды іс-әрекеттер немесе айқай немесе басқа да төбелес дейтін заттар секілді дүниелерді жасамауға шақырамыз, және турнир барысында ондай нәрселер болмайды деп үміттенеміз. Жалпы корпоративтік этикаларды, қоғам ортасындағы этикаларды сақтауға және жалпы турнир бойынша этикаларды сақтап жүруге шақырамыз. Солай болады деп үміттенеміз. Одан әрі ойындағы этика бойынша. Енді бұл нәрсе бойынша сұрақ барысы. БП форматында біз білеміз, сұрақ қою үшін біз орнымыздан тұруымыз керек. Партаны қатты ұруға, немесе қатты дыбыс шығаруға, шапалақтауға, басқа да дүниелер жасауға болмайды. Тек қана орнымыздан тұрып, сізде сұрақ бар екендігін көрсету керек. Және БПФ ойында біз білеміз, тек қана сұрақтар емес, ақпарат нүктесі, комментарий деген нүктелер де бар. Осы үшін де орнымыздан тұруға болады. Бірақ та ортадағы спикер сөйлеп жатқан кезде алғашқы минуты мен соңғы минуты сұрақтардан қорғалған екенін білеміз. Сол себепті осы аралықтың ішінде, бірінші минут пен соңғы минуттың аралығының ішінде орнымыздан тұруға болады. Турнир барысында сұрақ міндетті емес, бірақ та қабылдаған өзімізге әрқашанда жақсы екендігін білеміз, ойын сапасын арттыратындығын. Сұраққа 15 секунд беріледі, сізге 15 секундтың ішінде сұрақ қою керек, және бірақ та орнымыздан тұрған кезде, жаңағы айтқандай, қатты дыбыстар шығаруға болмайды. Сонымен қатар белгі беріп жатып, бұл өте маңызды, сен үшін маңызды, бұл ойын үшін маңызды, тағы басқа деген сөздер айтуға болмайды. Тек қана орнымыздан тұрып, сізде сұрақ бар екендігін көрсетсеңіз, жеткілікті болып табылады. Және ортадағы спикер сұрақты қабылдамайтын белгі беретін болса, сұрақты қабылдамайтын туралы қолын бұлғап немесе жоқ деген сөз айтатын болса, орнымызға отырып 30 секунд күтуіміз керек. Содан кейін барып сұрағымызды немесе комментарийімізді немесе тағы басқа ақпарат нүктелерін көрсетуге болады. Одан кейін бізде көптеген турнирларда байқаймыз, ойын румынан шығып кету жағдайы болып жатады. Басқа румдарды көріп келу, немесе жайдан жай тыңдағымыз келмейді, тағы басқа заттар болады. Бірақ та осы турнирда ойын румынан себепсіз шығып кетуге болмайды. Кейбір өте қажетті ситуациялар болады. Телефонның звондап қалуы, әжетханаға барып келу, немесе тағы басқа деген дүниелер бар. Осындай себептермен шығып келуге болады, бірақ та толығымен себепсіз ойын румынан шығып кетуге болмайды. Не себепті? Өйткені осы ойынды толық көрмегендіктен сіздер фидбектерді алып жатқан кезде толық түсіне алмай қалуыңыз мүмкін, немесе
қисық түсінулер болып қалуы мүмкін, немесе тағы басқа дүниелер болып қалуы мүмкін. Сол себепті біздер ойын ұрығынан шығып кетпеуге шақырамыз, және бұл турнирда ойын этикасында біздер ойын ұрығынан шығып кетпеу туралы негізгі жағдаяттарды енгізетін боламыз. Одан кейін ортада сөйлеп тұрған спикерге кедергі келтірмеу. Ортадағы спикерге мүлдем кедергі келтіруге болмайды. Ол қатты дыбыстар, бір-бірімен сөйлесу, немесе басқа да дүниелер. Енді осыған байланысты, егер бір фракцияның екі спикер өзара сөйлесіп жататын болса, ортаға қағаз алып, соған жазып сөйлесуді, немесе де басқа да технологиялар арқылы, телефондармен немесе басқа заттармен сөйлесіп көру керек. Ортадағы тұрған спикерге дауыстарыңызбен сөйлесіп, оған кедергі келтіруге болмайды. Одан бөлек ортада тұрған спикерге қағаз беруге болмайды. Мысалы, біздің бірінші спикеріміз сөз сөйлеп жатып, бір нәрсені ұмытып жатыр, немесе екінші спикеріміз бір нәрсені айтуға ұмытып кетіп жатыр, оны қағазға жазып, оған беруге болмайды. Дәл солай қарсылықтармен де басқа заттармен жалпы ортада тұрған спикерімізге қағаз беруге, немесе тағы басқа заттар айтуға, қатты дыбыстар шығаруға болмайды. Дәл солай ашушы үкімет пен жабушы үкімет, ашушы оппозиция мен жабушы оппозиция, жалпы ашушылар мен жабушылардың арасындағы сөз сөйлеулер, қағаз беру немесе тағы басқа дүниелер тыйым салынады. Не себепті? Өйткені бұл біздің ойымызша әділетсіз болып табылады. Ойын барысында сіздер бір нәрселерді ойлап тауып, ақпараттарды немесе ребатлдарды сіз талқыламастан жатып, сол жерде ойлап тауып, сол жерде бергеніңіз бір жағынан әділетсіз көрінеді, және ойын барысына кедергі келтіреді, ортада тұрған спикерге кедергі келтіреді. Сол себепті ойын этикасының құрамына бұл нәрседе енгізілген болатын. Ашушылар мен жабушылардың арасындағы ақпарат алмасуға болмайды. Тек қана өзіміздің ортаға шыққан кезде сөз сөйлеуіміз керек. Одан бөлек ойын барысында сөз сөйлеп жатқан кезде тақырыптарға байланысты кейбір ситуациялар болады, кейбір жағдайлар, тақырыптарға байланысты біздің агрессивті сөз сөйлеу мүмкіншіліктеріміз бар. Әйел адамдар осындай болу керек, үйде отыру керек деген сексистік сөздер болуы мүмкін, ойлар болуы мүмкін, немесе ұлтқа қатысты ұлтшылдық ойлар болуы мүмкін. Осы румда басқа ұлт өкілдері отыруы мүмкін, тағы басқа заттар болуы мүмкін. Жалпы ойынның барысында жаңағыдай сексистік, расистік, нәсілшілдік, ұлтшылдық немесе тағы басқа заттарға байланысты бір адамды дискриминациялау, төмен түсті, кемсіту жағдайлары орын алуға болмайды. Бұл этикаға қарсы келетін болады. Осы дүниелер. Және жаңағы сұрақ қою барысында 15 секунд, егер сіз сұрақты қабылдасаңыз, 15 секунд адамдар сұрақ қойып жататын болса, 15 секундқа жетпей жатып, болды, сені түсіндім деп оларға айтып, оларды отырғызып қоюға бұл этикалық жағынан дұрыс емес деп есептейміз. Және сол себепті 15 секундты толыққанды пайдаланып, содан кейін барып отыру керек. Әрине, одан асып кетпеу керек, тек қана 15 секундта ішінде сұрақ қойып, немесе ақпарат нүктесін комментарийді енгізіп барып отыру керек деп есептейміз. Ол жалпы ойындағы этика. Бұны сақтауларыңызды сұраймыз, және осы сақталған кезде біздің ойымызша нағыз дебатерлардың тәртібін және мәдениетін көрсете аламыз. Біздер мәдениетті адам екенімізді және ақылды адамдар екенімізді. Бұл өте қарапайым, айтпасақ та түсінікті дүниелер деп есептейміз. Жалпы өмірімізде этикаға сәйкес тәртіпті болып жүруге болады деп есептейміз. Жақсы. Одан кейін төрешіге байланысты. Төрешіге агрессия көрсетуге болмайды. Бізде ақиқат каптың іріктеу раундтары, 4 іріктеу раунды, және соның 2-і ашық болады. Және одан бөлек плей-офф раундтары бар, 1-4, 1-2, және финал раундтары, және осы раундтардан кейін фидбек алуға болады, әрине де. Бірақ та төрешіге агрессия көрсетіп, оған ұрысып, немесе тағы басқа заттар көрсетуге болмайды. Егер де фидбекті алуға болады, кері байланыс алуға болады. Түсінбей жатқан жағдайда, тағы басқа заттар болып жатқан кезде сіз кері байланыс бере аласыз. Төрешілерді бағалау парағынан, немесе бас төрешілерге тікелей жақындай аласыз, және түсіндіріп бере аласыз, что осы төреші
қателіктер жіберді, немесе тағы басқа заттар жасады. Оған балл қоя аласыз, ұпай қоя аласыз, бағалай аласыз. Осы кездерде бас төрешілер осы төрешілерді орындармен ауыстырып, немесе ұпайларына қарап, немесе атылықтарға қарап, басқа заттарға қарап орын ауыстыруға болады. Бірақ та ешқандай жағдайда төрешіге агрессия көрсетуге болмайды. Төрешілер де тоже адамдар, және пікірсайыстағы орны бар адамдар болып есептеледі, және сол себепті олар төреші болып табылады. Олар сіздер үшін осы турнирда сізге фидбек беру үшін, кері байланыс беру үшін, және сізді бағалау үшін келіп отырған адамдар болып табылады. Және сол себепті оларға төрешіге осындай агрессия көрсетуге болмайды. Ол да бір этиканың бір бөлігі болып саналады. Оның орнына кері байланыс жазып беруге мүмкіншіліктеріңіз әлі де сатыла береді. Одан енді ойынның барысында біздер не нәрселерге қараймыз, қалай біздер шешім шығарамыз. Осындай видеоны мен өткен жылғы Ақиқат Cup 10 турнирына дайындық барысында шығарған болатынбыз. Бірақ та осы жолы тағы да толықтырып айта кеткіміз келетін дүние, жалпы біздер аргументтерді қалай бағалаймыз. Аргумент тақырыпқа қатысты болу керек. Бұл дүние барлық адамдар түсінеді деп ойлаймын. Нақты тақырыпқа қатысы бар аргументтерді алуымыз керек, және оны бағалай білуіміз керек. Когда бізге екі позиция осындай аргументтер берген кезде, бірінші кезекте біздер осы аргументтердің тақырыпқа қаншалықты қатысты екендігі туралы салыстырманы жүргізетін боламыз. Бірінші кезекте, одан кейін барып осы айтылып жатқан аргументтердің тақырыпқа қаншалықты маңызды екендігі туралы шешімдер шығаратын боламыз. Және осы шешімдерді шығару барысында сіздерге ең көп керек дүние осы дүниелерді дәлелдеу, қаншалықты сіздің аргументіңіз тақырыпқа қатысты, немесе қаншалықты сіздің айтып жатқан аргументіңіз тақырыптың ішінде қарсыластарыңызға қарағанда маңыздырақ дейтін заттарға жауап беру керек. Шындық, аргументтің шындығы біздер ең көп көңіл бөлетін дүние болып табылады. Сіздер осы сіз айтып жатқан аргументтің шын мәнінде, шын әлемде, біздің әлемде, немесе берілген тақырыптың статус-квосында, берілген тақырыптың әлемінде шындық екендігін көбірек дәлелдеулеріңіз керек. Және шындыққа өте көп уақыт бөлулеріңізді сұраймыз. Өйткені аргументтің шындығы дәлелденбесе, қалған заттар маңызсыз болып қалып жатады. Бірінші кезекте шындық. Бұл үшін сіздерден сұралатын дүние, әрбір сіз айтқан логикалық байланыстың әрбір нүктесін көбірек дәлелдеуге, және бір ғана дүниемен емес, көптеген басқа да үлгілермен, жобалармен, варианттармен көрсетіп, олардың шындықтарын арттырып, және оларды көбірек шындық екендігін дәлелдеуге тырысу керек деп есептейміз. Одан бөлек мысалдар. Әрине, біз ойлаймыз, аргументтің ішіндегі мысалдар деген дүние ол ең маңызды дүние болып табылмайды. Оның орнында шындық немесе маңызды дейтін бөліктері қаттырақ, маңыздырақ, оны білеміз. Бірақ та мысалдар аргументтің шындығын, маңыздылығын арттыратын дүниелер болып табылады. Бірақ та мысалдар ең маңызды дүние емес. Сіздерден статистика, факттар немесе тағы басқа заттар сұрамаймыз. Бірақ та аргументтің шындығын, маңыздылығын, қатыстылығын арттыратын мысалдарды көбірек берген кезде қарапайым төрешілерге бұл түсініктірек болып табылады. Және жалпы функционалкаға байланысты, функционалдық қызметке байланысты біздер айтпаймыз, белгілі бір ойыншылардың белгілі бір функциялары бар деп ашық үкіметтің бірінші спикері міндетті түрде фрейминг жасау керек, немесе жабушы позицияның соңғы спикері міндетті түрде анализ жасау керек деген сөздерді айтпаймыз. Бірақ та біздер бұдан да маңыздырақ болып табылатын басқа функцияларды қараймыз. Мысалы, ол не? Біріншіден, әрбір спикердің ойынға алып келетін жаңа үлесі болу керек, және ойынды ары қарата дамытатын үлесі болу керек. Одан бөлек спикерлер арасындағы байланыс болу керек, және көптеген дәлелдер болу керек. Ынта болу керек ойынға қойылған және аргументке қойылған. Бірақ та мына структура бойынша салыстыру міндетті түрде жүретін болады. Ол фрейминг, бірақ та фрейминг болмаған жағдайда, болмай қалса, бұл минус деген сөз емес. Сіздердің аргументтеріңіз болатын болса, және сіздің аргументтеріңіз сіздер айтып жатқан негізгі идея бойынша фрейминг
ішінде болатын болса, және оны сіз көрсете алсаңыз, тақырыпқа қатыстылығын көрсете алсаңыз, міндетті түрде сізде фрейминг жоқ екен деп, минус түсіріп тастамаймыз. Әрине де қарайтын боламыз. Статус-кво, аргумент, статус-фьючер, салыстыру дейтін дүниелер дәл сондай. Бірақ та осылардың ішінде маңыздылыққа ие болып табылатын ол салыстыру. Біздің ойымызша, әрбір спикердің BPF форматына қатысқан 8 спикердің әрқайсысында жаңағы мен айтып өтіп кеткен ойынға жаңа үлес, жаңа ынта, жаңа дамытатын заттардан бөлек ол салыстыруды алып келу керек. Тек қана өзінің аргументін құрастырған өте жақсы, әрине түсеміз. Бірақ та, когда сіздерде критерий болады салыстыратын, және осы салыстыруларды бізге көрсете алсаңыздар, төрешіге шешім шығаруға ыңғайлырақ болады, және сіздің тарапқа қарай, сіздің жеңісіңізге қарай шешім шығаруға бұл сәл де болсын плюс болып табылады. Салыстыруды жақсы көрсете алсаңыз, және анализ деген секілді дүниені жақсы көрсете алсаңыздар. Жалпы осы дүниелер төрешілік барысында сіздің әр айтқан сөзіңіз қатты маңыздылыққа ие болады. Сол себепті уақытыңызды тиімді пайдалану керек, және барынша этиканы сақтап, барынша аргументтеріңізді, жалпы өздеріңіздің позицияларыңызды жақсы дәлелдеп, логикалық байланыстардың әрбір нүктесін дәлелдеп, төрешіні өздеріңізге сендіре алсаңыздар, жетістікке жетесіздер деген сенімдеміз. Турнирде сәттілік, көріскенше.